Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тағы да өте бір пайдалы рецептті ұсынамын. Бұл мультиваркада дайындалатын шавелевый суп рецептісі. Өте пайдалы сорпа және де өте дәмді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Достар, егер каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы, дәмді әрі қарапайым рецепттер аласыздар. Шавелден сорпа дайындау үшін ең қажетті ингредиенттерді көрсетіп жатырмын. Бізге алдымен тауық еті қажет болады. Сәбіз мен алдын ала үкіштен өткізіп алдым. Картоп, пияз, сарымсақ және де шавел қажет болады. Алдымен тауық етін 4 бұрышты етіп орташа қалыңдықта турап аламыз. Дәл тауық етін турағанда картопты да дәл солай тураймыз. 4 бұрышты қылып тураймыз. Енді пияз бен сарымсақты тураймыз. 4 бұрышты қылып, өте ұсақ қылып тураймыз. Барлық ингредиенттерді осылай турап алдын ала дайындап алған соң мультиварканы қоса береміз. Мультиварканы жарық режиміне 15 минутқа қосамыз және де мен зәйтүн майын пайдаланамын. 1 ас қасықтай зәйтүн майын құямыз. Май әбден қызған соң туралған тауық еттерін салып 5 минуттай қуырып аламыз. Немесе 2-3 минут болса да жеткілікті. Достар, менде осы жерде телефоным мен техникалық ақаулар болып қалды. Сол себепті менің пияз бен сәбізді салған жерлер түспей қалыпты видеоға. Осы уақытта біз пияз бен сәбізді қуырып аламыз және үстінен туралған картоп пенен сарымсақты саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз және де бұрышын қосамыз. Енді үстінен ыстық су құямыз және де мультиваркада суп режимін таңдап 40 минутқа қоямыз. Сорпа піскенше біз осылай шавелді ұсақтап турап аламыз. Шавелді турап дайындап қойдық. Енді қазір сорпа піскен уақытта бетіне шавелді сала қоямыз. 40 минут өтті, мен мультиварканы өшірдім. Енді осылай сорпаның бетіне туралған шавелді саламыз және 5-10 минутқа қойып қоямыз. Мультиварканың крышкасын жауып 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Шавелді салған соң осылай араластыруды ұмытпаймыз. 5-10 минут қана қою керек деген сөз емес, яғни уақытты ұзартсақ та болады, түнге де қойып қоюға болады, яғни кем дегенде 5-10 минут болуы қажет деген сөз. Біздің өте дәмді шавелден сорпамыз дайын болды. Енді оған піскен жұмыртқа қоссақ та болады және де қаймақ қосуға болады, сіздердің қалауларыңыз бойынша. Шавелден сорпа өте дәмді әрі пайдалы сорпалардың бірі, сондықтан міндетті түрде дайындап көріңіздер достар. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деп ойлаймын, әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан егер де
Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Әрі үнемі жаңа видеоларымды көру үшін қоңыраушаны басып, все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мансия, қош сау болыңыздар.